қазақша әріп үйренейік. Бірінші бөлімі алма дегендегі а, домбыра дегендегі д, қой дегендегі қ, әтір дегендегі ә, ешкі е, лақ дегендегі ы, бақа дегендегі б, жолбарыс дегендегі ж, мысық дегендегі м, велосипед дегендегі ө, зырылдауық дегендегі з, нан дегендегі н, гүл дегендегі г, инелік дегендегі и, ың, ғарыш дегендегі ғ, көбелек дегендегі к, орындық дегендегі о, өрмекші ө, сарымсақ у, х, піл дегендегі п, улу у, тезі ш, радио р, үй ü, шана ш, сағат ф, фонтан п, ысқырық дегендегі ы, түйе дегендегі т, хат дегендегі х, ілбіс дегендегі і. Болды, жалпысы осы ғана. Осыдан кейін бар ғой, қалай жазылуын үйренесіздер. Екінші бетінде әріптің жазылу қағидасы бар. Үшінші беттен бастап жазылу қағидасына қарай әріптерді өздеріңіз жазасыздар. Екі түрлі жазу тәсілін сөз басында, яғни сөз аяғында екі түрі өздеріңізге көрілген. Сөз басында аны былай жазылады, сөз аяғында былайынан жазылады. Арыстан, мысалы, арыстан, ат, сөз басындағы а, сөз соңындағы а. Аққу, ер, ешкі, етік. Мынау сөз басындағы е, сөз соңындағы енің жазылу тәсілі. Жалғасты үйренсеңіздер барлығында осындай орамал, орындық, уыршық, уя, улар,